катнашучулары бүгүнкү кезектеги аграрымыздын тадбиркарлар менен фукаралар менен учурашуу болуп өтөдү. Мурда максат главный тадбиркарларды, фукараларды өзүбүз бажетткен алда, өзү дараматын асырган алда, асыруу үчүн банкыбыздын бар максатларын пайдаланган алда өзүбүз бажет кошумча дарамат табуу негизги максатыбыз. Ошол боюнча банкыбыз тарафынан бир канча максатлар істеп чыгарылды. Яғни максат деген кредит түрлері. Солар айтып өтетін болсақ, мәселен жұмыссыз фуқараларға 5 миллионнан 50 миллионға шейін кредитлемес бар. 5 миллион бір жыл міндетке беріледі, 17 миллион 4 жыл міндетке, 50 миллион кредитіміз 5 жыл міндетке беріледі. Бұл пайыздан айтып өтетін болсақ, аял қыздарға 23%-дан, ер балаларға 25%-дан беріледі. 50 миллион кредит мақала лайқасы деп айтады, ол 50 миллионға шейін 5 жыл міндетке беріледі, пластикқа жасалып беріледі. Өзіміз бәнжеткен фуқараларға 17 миллион кредиттен 5 миллион кредит пластикқа жасалып беріледі. Олардың өзіміз бәнжеткен алда болады. Мақсатымызда құрдан салып жіберу емес, өзіміз бәнжетмесін шаруашылық болады, істеп шығару болады, қызмет көрсету болады. Сол тарауларға қандай да үскене болсын, істеп шығарылатын болсын, алады да, шаруашылық болса мал алады.